Буындарыңызды ауыртатын 5 тағам, құлақтарыңызды түріңіздер. Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте маңызды тақырыпты талқылаймыз. Бүгін біз буындарыңызға зиян келтіретін 5 тағам туралы әңгімелесеміз. Дәл солай естідіңіздер. Кейбір тағамдар біздің денсаулығымызға кері әсерін тигізуі мүмкін. Күнде жейтін кейбір тағамдар буындарымызды қабындырып, ауыртып, мазамызды алады екен. Бұл тағамдар біздің күнделікті рационымызда жиі кездеседі. Бұл тағамдардың көбісі біздің сүйіктілеріміз болғандықтан, олардың денсаулығымызға әсерін білу керек. Мысалы, фастфуд, тәттілер және газдалған сусындар. Бейнені соңына дейін көріңіздер. Себебі біз ағзаңызда қабыну тудыратын тағамдарды анықтап, олардың орнына не жеуге болатынын айтамыз. Сіздерге пайдалы кеңестер береміз. Дені саудың жаны сау. Сондықтан денсаулығымызға қарайық. Сіздерге пайдалы ақпаратты бөлісіп, денсаулықты жақсартуға көмектесеміз. Біздің арнада қалуды ұмытпаңыздар. Сонымен, біз буындарыңызға зиян келтіретін тағамдарды талқылаймыз. Бұл тағамдар сіздің денсаулығыңызға қалай әсер ететінін түсіндіріп, оларды қалай ауыстыруға болатынын айтамыз. Біз сіздерге пайдалы және дәмді баламаларды ұсынамыз. Денсаулықты сақтау үшін дұрыс тамақтану өте маңызды. Біздің кеңестерімізді қолданып, сіздер де денсаулықтарыңызды жақсарта аласыздар. Біздің арнада қалуды ұмытпаңыздар, себебі біз сіздерге пайдалы ақпаратты үнемі ұсынып отырамыз. Денсаулық ең басты байлық. Сондықтан біз сіздерге денсаулықты жақсартуға көмектесетін кеңестерді ұсынамыз. Біздің арнада қалуды ұмытпаңыздар. Біздің арнаға жазылып, лайк басып пікір қалдырыңыздар. Келесі бейнеде кездескенше. Ал, ең алдымен тәттілер туралы айтайық. Кім тәттіні ұнатпайды дейсіз? Тәттілер біздің өміріміздің ажырамас бөлігіне айналған. Туған күндерде, мерекелерде, тіпті күнделікті өмірде де біз тәттілерді жиі тұтынамыз. Олар бізге қуаныш пен ләззат сыйлайды. Өкінішке орай, тәтті тағамдар, әсіресе қант қосылған сусындар, торттар, кәмпиттер буындарымызға өте зиян. Қанттың көп мөлшері біздің денсаулығымызға кері әсерін тигізеді. Ол тек қана тісімізді бұзып қана қоймай, сонымен қатар буындарымызға да зиян келтіреді. Қант қабынуды күшейтетін цитокиндер деген заттардың көбеюіне әкеледі. Бұл заттар біздің денемізде қабыну процесін күшейтеді. Нәтижесінде буындарымыз ісініп, ауырсыну пайда болады. Бұл цитокиндер буындарды ісіндіріп, ауыртып жібереді. Қабыну процесі ұзақ уақытқа созылса, ол буындардың құрылымын бұзып, олардың қызметін нашарлатады. Оның үстіне қанттан семіріп кетеміз, бұл да буындарға салмақ түсіреді. Артық салмақ буындарға қосымша жүктеме түсіреді, әсіресе тізе және жамбас буындарына. Бұл буындардың тез тозуына және ауырсынудың күшеюіне әкеледі. Буындарыңызды сақтағыларыңыз келсе, қантты аз жеңіздер. Қантты азайту арқылы сіз тек буындарыңызды ғана емес, жалпы денсаулығыңызды да жақсартасыз. Қантты азайту, бұл сіздің денсаулығыңызға жасалған үлкен қадам. Қанттың орнына бал, жеміс немесе стевия қолдануға болады. Бұл табиғи тәттілендіргіштер қантқа қарағанда денсаулыққа зиянсыз, және оларды қолдану арқылы сіз тәттілерден бас тартпай-ақ денсаулығыңызды сақтай аласыз. Бірақ, табиғи тәттілендіргіштерді де шектен тыс жеуге болмайды. Барлық нәрсені мөлшермен қолдану керек. Табиғи тәттілендіргіштер де артық мөлшерде қолданылса, денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін. Ең бастысы, тәттіні шектен тыс жемеңіздер. Тәттілерді мөлшермен тұтыну арқылы сіз өз денсаулығыңызды сақтап, буындарыңызды қорғап қаласыз. Денсаулығыңыз сіздің ең үлкен байлығыңыз. Оны сақтауға тырысыңыз. Қызыл ет, ақуыз бен темірдің жақсы көзі, ол біздің денсаулығымыз үшін маңызды рөл атқарады. Ақуыз бұлшықеттерді құруға және қалпына келтіруге көмектеседі, ал темір қанымыздағы оттегіні тасымалдауға қажет. Бірақ оны көп жеу буындарға зиян. Қызыл етті шамадан тыс тұтыну буындарда қабыну тудыруы мүмкін. Бұл өз кезегінде ауырсыну мен ыңғайсыздыққа әкеледі. Қызыл етте қабынуды күшейтетін майлар көп. Бұл майлар ағзада қабыну процесін күшейтіп, буындарда ауырсыну тудырады. Бұл майлар буындарды қабындырып, ауырсыну тудырады. Қабыну бұл ағзаның жарақатқа немесе инфекцияға қарсы табиғи жауабы, бірақ ол созылмалы болғанда денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін. Сондай-ақ, қызыл етте пуриндер деген заттар бар. Пуриндер бұл ағзада табиғи түрде кездесетін химиялық қосылыстар, бірақ оларды көп мөлшерде тұтыну денсаулыққа зиян болуы мүмкін. Пуриндер организмде ыдырап,
зәр қышқылына айналады. Зәр қышқылы бұл пуриндердің ыдырау өнімі, ол ағзадан бүйрек арқылы шығарылады. Зәр қышқылы көп болса, подагра ауруына шалдығуыңыз мүмкін. Подагра бұл зәр қышқылының кристалдары буындарда жиналып, қатты ауырсыну мен исінуді тудыратын ауру. Подагра буындарды қатты ауыртатын артриттің бір түрі. Бұл ауру көбінесе аяқтың үлкен саусағында пайда болады. Бірақ басқа буындарда да болуы мүмкін. Қызыл етті аптасына 1-2 реттен артық жемеуге тырысыңыз. Бұл сіздің буындарыңызды сау ұстауға және подаграның алдын алуға көмектеседі. Оның орнына балық, тауық еті немесе бұршақ жеңіз. Бұл тағамдар ақуыз бен басқа да маңызды қоректік заттарға бай, бірақ олар қабынуды тудырмайды. Бұл тағамдар қабынуға қарсы әсерімен танымал және буындарыңызды сау қылады. Сонымен қатар, олар жүрек қан тамырлары жүйесіне де пайдалы, өйткені оларда қаныққан майлар аз. Үшінші тарау. Сүт өнімдері. Жақсы ниетпен зиян. Сүт өнімдері кальцийге бай, бірақ кейбіреулерде буындарды қабындыруы мүмкін. Сүтте казеин деген ақуыз бар, ол аллергия тудыруы мүмкін. Бұл аллергия буындарды қабындырып, ауырсынуға әкеледі. Сондай-ақ, сүт өнімдерінде қабынуды күшейтетін майлар бар. Егер буындарыңыз ауырса, сүтті аз ішіңіз немесе мүлдем ішпеңіз. Төртінші тарау. Тазартылған көмірсулар, жасырын қауіп. Ақ нан, макарон, тәтті сусындар қандағы қантты тез көтереді. Бұл қабынуды күшейтетін заттардың бөлінуіне әкеледі. Оның үстіне тазартылған көмірсуларда талшық аз, бұл асқазанды бұзып, қабынуды күшейтеді. Ақ нанның орнына қара нан, квиноа, тұтас дәнді нан жеңіз. Тұтас дәнді дақылдарда талшық көп, бұл ас қорытуды жақсартып, қабынуды азайтады. Бесінші тарау. Алкоголь, буынның жауы. Алкогольді көп ішу буындарға зиян. Біріншіден, алкоголь бауырда ыдырағанда, қабынуды күшейтетін заттар бөлінеді. Бұл заттар қанға түсіп, буындарды қабындырады. Екіншіден, алкоголь подагра ауруына шалдықтыруы мүмкін. Үшіншіден, алкоголь сусыздандырады. Бұл буындардың майлануын нашарлатады. Буындарыңызды сақтағыларыңыз келсе, алкогольді аз ішіңіз немесе мүлдем ішпеңіз. Достар, бүгінгі бейне пайдалы болды деп ойлаймын. Жеген тамағымыз денсаулығымызға, соның ішінде буындарымызға әсер етеді. Қабыну тудыратын тағамдарды аз жеп, пайдалы тағамдарды таңдасақ, буындарымыз сау болады. Бізбен болғаныңызға рахмет. Денсаулық туралы кеңестер алу үшін арнаға жазылыңыздар. Сау болыңыздар.